Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ноғаттан қайнатылған сорпа жасаймыз. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ноғат сорпа жасау үшін ең алдымен ноғатты 4 сағат бұрын өстіп бір ысқа салып, салқында су құйып, бетін жауып 4 сағатқа бұқтырып қоямыз. Ноғатымыз 4 сағаттан кейін осындай ісінеді. Етімізбен бірге қазанымызға салып, сосын су құятын боламыз. Етімізге ноғатымызды салып, су құйып қайнатып қойғаннан кейін ішіне салатын көкөністерімізді тураймыз. Пияз турап алам, сәбіз турап алам. Картоптарын да турап алам. Қайнап жатқан сорпамызға енді осы көкөністерімізді саламыз. Етті мен қуырған жоқпын, сүйекті. Үлкен сүйек болғаннан кейін ноғаттан бірге қайнататын көкөністерімізді араластырамыз. Үйде жасалған соусты бірге құйып жібереміз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Бәрі бірге қайнайды. Сорпамыз пісті. Иісі деген керемет. Ноғаты да сіңіп әдемі пісті. Енді құя берсек болады. Сорпаны кесеге құйдым да, етті мен сүйегі ірі болғандықтан бөлек қойдым. Бөлек қойып қойса да болады етін. Достар, егер де менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.